Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай сүзбелі пирог жасаудың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Өте жылдам дайын болатын рецепт және өте дәмді. Достар, видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қойыңыз. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Осы пирогты менімен бірге жасап көріңіз. Бұл пирогты дайындау үшін маған 150 грамм сары май қажет болды. Сары майды үккіштен өткізіп аламын осылай. Оның үстіне 350 грамм ұн салып, оның үстіне бір жұмыртқа және 10 грамм қамыр қосқышын қосып, пирогымның қамырын дайындап алатын боламын. Ой пікірлеріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыздар міндетті түрде. Және де менің күнделікті шығатын жаңа видео рецепттарымды жіберіп алмас үшін астындағы подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркеліп қойыңыз. Осылай пирогтың қамырын дайындап аламын, жақсылап араластырып. Енді ішіндегі начинкасын дайындайтын боламын. Ол начинканы дайындау үшін маған 450 грамм творог пен 5 қасық, 6 қасық шай қасықпен шекер қажет болды. Оның үстіне бір жұмыртқаны қосып, араластырып, бір 5-10 минутқа қойып қоямын. Енді дайын болған қамырымның жартысын осындай пирог пісіретін формаға саламын. Формаға салып, тегіс етіп жайып, оның үстіне жаңағы дайындап алған начинкамды қосып, осылай бәрін салып, тоже тегістеп аласыз. Енді бұның үстіне қалған тестамның, қамырымның жартысын осылай себелеп саламын да, сосын духовкада 180 градуста жарты сағат пісіріп аламын. Таңертеңгі шайға осыны дайындап жіберсеңіз, өте тез дайын болатын пирог. Өте дәмді. Мен үстіне кішкене мед тамызып жібердім, дәмді болу үшін. Осылай менімен бірге жасап көріңіздер. Видеомды соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Сау саламатта болыңыз.